Енді міне осы жерде анасы ақ пәтия берерден алдын азы кем тынышлықты сақлап, қызымыздың әкесін аз ғана еске алып өтеміз. Бұл сұм әжел кімдідір ерте әкетеді, кімдір кеш кетеді. Міне бүгін Айжамал қызымызға әкесі тілеклес болып қалсын дейміз. Әкем менің өмірден жас өтіп кеткен сияқты. Оны ойласам жанардан жас шығып кеткен сияқты. Сіз аман болың анажан, бәрімізді өзіңе аманат еткен сияқты. Әлем қызымыздың әкесінің жатқан жері жайлы топырақлары торқа болсын. Ендігі жағында осы ұл қызларының қызығын көру ата әжесіне және де анасына һәм де ағаларына бұйырсын деп қаламыз. Енді міне осы қызды 9 ай 9 күн құрсағында көтеріп, жақта әлемге әкеліп ақ сүтін хадал берген қызымыздың анасына сөз нәубеті беріледі. Бауырыңда абайлап дүнияға келтірдің. Басыма күн түссе саяман болдың, бақтың тілеп түнлерді ұйқысыз өткердің. Бүгін хаужар айтылғанда қызыңызға анажан, көзіңізге жаслар келер, маржан, маржан анажан. Неке бүгін міне перзентіңіз, ыдыралды перзентіңіз Айжамал қызыңызды не бір қиыншылықтар менен һәм ата һәм ана болып осы дәрежеге әкелдіңіз. Бүгін міне қызымыз дуз несібесі көтеріліп, Ташкентте Елатқа келін болу алдында тұр екен. Осы қызымызға һәм де күйеу баламызға өзіңіздің жүрегіңізден шыққан ақ пәтияңызды беріп, соңынан қызымызды аманат етіп тапсырамыз. Ассаламалейкум һәммеге, не күнме айтқан һәм апалардың тілеклері қабыл болсын. Барған жеріңде бақытты болғайсаң, екі жаққа қызметтің теңдей бұйырғай. Бақытлы бол қызым. Рахмет, анасының берген ақ пәтиялары Алла дәргайында қабыл болсын. Ұзатайын өзіңді сіңлім. Болар екен өмірің қандай, ата-анаңның үмітін ақла, керек есін құлатып алмай, бір Аллам өзіңді қоласын қызым, өмірде бақ күлің солмасын қызым, ұзатылып барасаң өскен ұяңнан, ұша біл қанатың талмасын қызым. Неке бүгін Айжамал сіңлім балалық бенен ата үйіменен қошыласып, бүгіннен баслап сырын білмеген шаңыраққа, өзге шаңыраққа қадем тасайсың. Әрбір қыз бала камалға келген соң ата үйін тәрк етеді. Бүгін міне анаңыз һәм аталық һәм аналық парызын орындап отырған екен. Осы жерде үлкен әже аталарыңыздың және де мақсым ағаларымыздың берген пәтиялары Алла дәргайында қабыл болып, барған шаңырағында өніп өскесең деп қаламыз. Ал сіңлім бұнан барған соң анаңды сағынасың. Сол сағынған кезіңде қай менің анаңдай мейірман болсын десең, анаңды қандай көріп сыйлап жақсы көретұғын болсаң, қай менеңді сондай көргесең, сол уақытта сол шаңыраққа қызы ретінде қабыл етілесең. Ал күйеу бала, сізге айтарымыз, міне бүгін Айжамал қызымызды анасы һәмде ағалары қанатлыға қақтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай осы дәрежеге әкелді. Сенген ағалары міне бүгін қызымызды сізге аманат етуде. Себебі шаңырақта ер адамның орны ұлы болады. Міне қызымызды сізге аманат етер екенбіз. Ендігі жағында осы қызды қоллап, қуатлап, көзінен жас ақтырмау сіздің қолыңызда. Әрбір шаңырақта ер адамның орны ұлы, һәм шаңырақтың тірегі болады. Сол шаңырақтың тірегі болу сізге несіп етсін. Ал Айжамал сіңлім сол шаңырақтың ұйтқысы болу сізге несіп етсін. Сіздерге айтарым, міне бүгін тұрмыс атлы güzel жолға қадем тастар екенсіз, тұрмыстың ойлы қырлы соқпақлары болады. Сол соқпақлардан сүрінбей өту үшін екеуіңіз сабырлы болып үйренгейсіз. Сабырлы болсаңыз, не бір бәлен шыңларға жетесіз. Ал Айжамал сіңлім сол сабырды сізге тілейміз. Шаңырақта әйел адам қандай сабырлы болса, ең биік шыңларға жетеді. Міне бүгін ата-анаңыз, туған туысқандарыңыз сізге қолларына келгенінше сауға саламларын беріп жатыр. Сол сауға саламларын күйеу баламыз бенен бірге жақсы күндеріңізге пайдаланғайсыз. Ал күйеу бала міне сіздің ата-анаңыз сіздің арманыңызды орындап жатыр. Ендігі жағында екі жақтың ата-аналарын тату қылып қатынастыру сіздердің қолыңызда. Сіздер қандай тату болып, сабырлы болсаңыз,
Екі жақтың құда-құдағайлары жақсы қатынасады. Соның үшін Айжамал сіңлім сол шаңарақтың бары жоғына көніп, сабырлы болғайсаң деп қаламыз. Құрақ шымылдық берілуі бұл екі жастың құралып кетілуі деп айтылады. Ал қыз бала ұзатылғанда жанында қыз жеңгесі қуыршақ алып барады. Бұл не себеп? Ертеңгі күні қызымыз сол шаңырақта өніп өсіп, ата-аналарының етеклерін ұл қыздарға толтырсын деп қаламыз. Не сіздер енді ертеңгі күні ата-ана боласыз. Ал күйеу бала сізге айтарым, атаға қарап ұл өседі. Соның үшін ібрат алғандай шаңырақ болғайсыз. Ал Айжамал сіңлім анаға қарап қыз өседі. Ілайым ананың жолын саған берген болсын деп, сабырлы болып сол шаңырақта өніп өскесең деп қаламыз. Ал ендігі нәубетті қызымызға арналған хаужар қосығына береміз. Хаужар қосығы уақытында жасылкен ата әжелері қызымыздың маңлайынан сүйеміз. Соңынан құрбы құрдаслары, қызымыздың коллектив жәмәті қызымызбенен көрісіп, соңынан қызымызды күйеу баламызға өз қолдарымызбенен аманат етіп тапсырамыз. Айнан айын, ай қызым, шашбаулары қырмызым, ол қызларым ішінде орны бөлек қызым. Şirin
Айжамал қызымызға бақыт тілейміз. Барған шаңырағында өніп өсіп, бақытлы тұрмыс кешірсін.